Biz endi sol maqsadda көңіл айтайық. Құран оқиық деп арнайы келіп отырмыз. Енді мақсатты білеміз. Мақсат деген осы Жаңаөзен оқиғасының бір қаһармандарының бірі ғой енді. Сондықтан енді былай қарағанда енді 32 жаста әлі ғұмыр алда жігіт қой. Бірақ сыйлай роман жазылып жатыр. Ана қоңыз романы жазылды ғой, айтты ғой сол туралы. Сондықтан енді ешқандай тас түскен жеріне ауыр енді, қиын енді, бірақ барлығымыз қолдаймыз, барлығымыз біргеміз қашанда. Біз енді ойлап отырмыз, бір ой келіп отыр да, мына бізде қазір енді көбі кітап оқымайды ғой, кітап оқымайды, не оқымайды, бір фильм түсіру керек сияқты осы. Жаңаөзен оқиғасына қатысты. Кеше бір ойланып отырып, сондай бір фильм жасаған дұрыс сияқты. Келесі жылы 10 жылдығы болады. Жаңаөзен оқиғасының 10 жылдығы болады. Соған байланысты бір үлкен бір фильм жасауымыз керек. Былай қарасақ, бізде ана желтоқсан оқиғасы бар. Шындық ашылады ғой деп отыра береміз де, ашылмайды да ол. Қимыл әрекет жасамасақ, айтпасақ, мәселені көтермесек, ол ешқашан ашылмайды. Сондықтан біз күнделікті осы іс-әрекеттерімізді жасай беруіміз керек. Осы шындықты ашуға, ақиқатты ашуға барлық әрекеттерді жасайық. Енді жатқан жері жайлы болсын, иманды болсын. Енді былтыр естідік қой бәріміз, өте ауыр болды барлығымызға. Өте жақсы білеміз. Оның енді қазасы осы биліктің мойнында, осы жүйенің мойнындағы, Назарбаевтың жүйесінің мойнындағы қаза ғой ол да. Оны ұрып соқпаса, азаптамаса, қинамаса, ол жас жігіт кетпейді ғой ешқайда. Сондықтан енді сол үшін күресуіміз керек. Біз енді қашанда бірге қасымыздамыз. Енді мына ұрпақтарына үлкен бір бақыт берсін, Құдай ұзақ ғұмыр берсін. Солар үлкен азамат болсын. Мақсаттан да атағы жер жыратын тұлға болсын. Соған тілектеспіз барлығымыз. Біздің де осы Алматыдан келіп отырмыз. Нұрбол, Байтереков, Абзал. Осы үшеуміз арнайы келіп. Өткенде кімдер Мұратбай ағалар, Нұржан ағаларды, Нұрлыбек ағаларды қамап ғой, сол амандасып кетейік. Осылай хабарласып тұрайық, жиі-жиі бір-бірімізбен қолдау білдірейік деп арнайы келіп отырмыз осы өзенге. Сосын енді келгесін арнайы сіздерге де кіріп көңілімізді білдірейік деп отырмыз. Жанболат былай ғой, бір семьяда деген тек қана бір ғана қазаның несі емес қой. Бұл жерде мына Қайрат дейтін ініміз отыр. Жақында ғой. Қайратты білеміз. Қайраттың да өзінің несі бар. Бұның да бір енді былай айтқанда жарымжан болып қалған азамат қой. Қазіргі таңда анау Астанаға барды, өздеріңіз білесіздер, жұмыс сұрап, соның да бір жұмыстың мәселесі болмай жүр. Былай қарағанда, ол жақта да бір 2 айдың шамасында болды. Жазып интернетке нетіп көтерейік. Осы мәселені де бір қалыс қалдырмай осы азаматқа да оны да хабарларыңыз бар шығар, кездестіңіздер осы жігітпен. Енді бұл тас түскен жеріне ауыр деп жатсыз ғой, енді бұл семьяда өте көп қиындық көрді. Бұл енді мақсатымыздан айырылдық. Мына жігіт енді жарымжан болып қалды, былай қарағанда семьясынан айырылып отыр енді. Одан да басқа біріншісі бар, кім еді аты? Марат деген ағасы бар. Ол да қазір жүре алмай қалып, ол да науқастанып жатыр. Бұның бәріне енді ол бір құлап қалды. Ол да біздің мекемеде жұмыс жасайды. Енді бұлай бұған енді оқ тиген неше рет операция салды? 25. Соған енді бұл бір рет болсын, мына осы мен апаңды бір сұрақ берсек деп едім, Қайрат өзі қалай басынан өткен өзіңді бір әңгімелеп бер жібер деп тұрғаным ғой осы жерде. Өзің бір айтып берсең. Жұмыс жайында өзіңнің енді бәрін айт. Басынан өткенде 2011-ден бастап енді оқ тиді ғой. Алаңда? Алаңда. Енді оқ тиіп 2011-ден бастап 16-ға дейін 25 операция жасайды. Соңғы операция енді Москвада. Москваға 4 рет барып. Қаттырақ. 4 рет барып. Енді аяққа тұрдым деген кезде енді жұмыс сұрасам, бұларда енді жұмыс жоқ дейді. Енді жаңа коммуналдық мекемелер бар, жаңа тазалық нелер. Соған шақырады. Бұрын оқ тиген балдардың бәрін неге алады? Жаңа штабқа. Оларды алады да, енді бізге келген кезде
штат жоқ деп айтады. Осы мына ем домына бір компенсация бірдеңе төледі ме үкімет? Берді 500 мың бер. Болды, басқа Оны соны ақша деп айтады да олар. Мен айттым, сол 500 мың ақша ма дедім. Сен адамның деген өмірін құртып отырсың ғой дедім. Бір отаға кетіп қалады олар. Иә. Мен сол 500 мың емес, сендерге миллион берейінші. Атайыншы сендер. Бір жеріңе атып көрейін. Менің көрген затымды сендер көріңші дедім. Жоқ. Сен не айтып отырсың дейді. Ашуланма. Мен ол қалай ашуланбайсың мысалы. Солай емес па? Ол 500 мыңды олар әңгіме қылып отыр да. Ақша қылып соны айтып отыр. Сол. Мына қазір жұмыс сұрап. енді желтоқсанның алдында оқыту еместің бұрын жұмыс жасадың ғой сен. Жасадым бұрын. Денсаулығың бар болды. денсаулығы бұрын болған. Мына жігіт енді қазіргі таңда айтып отыр ғой, мына Астанаға барып. Бұлардың себебі баяғы оқ түйгендер болсын, сосын жаңағы қамалғандарға бәріне жұмыс орны беріледі деген болатын да. Ол прямо жаңағы президенттің бұйрығымен солай болған. Кезінде айтқан Назарбаевтың өзі. Осылар міне оқ түйгендер бар, сосын мына жұмысынан қамалғандар бар, өз орны сақталады деп. Енді бұл жігітке келгенде, бұл жігітті енді қазір семьясынан ажырап отыр. Бір жағынан өзі 25 рет операцияға болды деп отыр ғой енді. Енді осыған бір өзіне бала шағасын бағатындай бір жұмыс болса дейді. Осы өзінің семьясына қосылса деген ойы бар да бұл жігіт. Жас жігіт қой енді. Енді соған ептеп, әйтеуір мына естіп жатқан адамдар болса, мына жігітке шынымен де 25 рет операция бір өлімнен қалып, сонша азапты көріп, осы жігітке өзі жаңағы айтылғандай сөз бергендей өзінің бір штатқа жұмыс орнын тауып беруін сұраймын деп айтамыз енді. Өзенмұнайгазға ғой, иә? Өзенмұнайгазға жұмысқа алуларын сұраймыз осы жігітті. Ол себебі деген қазір сол жұмыссыздықтың да бір жағынан үйдің жоғынан да бұл семьясына қоса алмай жүр да. Қазіргі таңда бір қызың, нешеде қызың? 15-те. Қызы 15-те қайтадан семьясына қайтадан қосылғысы келіп отыр. Карате болып жаңағы не қылды? Үкіметке еңбегі сіңіп орнына деп жүрген Ақтауда. Қызы шешесінің қолында үйі жоқ қой, сол себептен. Негізінде сол желтоқсан оқиғасы болғаннан кейін мына алдындағы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі айтып кеткен, бұрын жұмыста жасалған жаңағы оқ тигені бар, қамалғаны бар, өз орнына кіреді, орны сақталады, сол деп айтылған. Енді сол алмай отыр ғой қазір. Неше тек өзіңді ғана алмай отыр, қалғандардың бәрін алған. Жоқ, тағы бар, балдар бар. Мұхамбет деген бар. Мұхамбет деген бала ғой, екеуі ғой сол. Енді бір екі адамдай қалды ғой. Ол основной ең көп қиындық көрген осы жігіт та. Сол соққының ішіндегі ең операцияны ауырын көрген адам. Операцияға бір көмектесті ма үкімет? Біреу ешкім көмектесті. 500 мыңнан басқа ештеңе жоқ. Өзенмұнайгаз тек жіберіп Мақсаттың семьясына қалай бір қолдау бірдеңке бар ма? Биліктің тарапынан да, үкіметтің кәдімгі мекеменің тарапынан. Оның заправка бар шығар үйінде. Ол мақсат бар. Оны қазіргі таңда оны жігіттер сау болсын, Нұрлыбек Нұрғалиев, сосын Жұмағалиев Мұратбай деген сол жігіттер бәріміз араласып, ол жігіт жұбайы Динараны өзінің орнына бір штатқа жұмысқа алдырған болатынбыз. Қазір сол штатымен жұмыс жасап жүр, оның да бірақ енді науқас, өзінің қолында 4 баласы бар. Одан да басқа біздің БЖБ мекемелерде әйтеуір балдарға рахмет, БЖБ-ның мекемесінің балдарына рахмет. Соған көптеп қолпаштап әйтеуір айлығынан әркім жинап бір жағынан көмек те беріліп жатыр да. Оның сумасын айтпай-ақ қойын, бір қолма-қол сума аймай беріліп жатыр қазіргі таңда. Сондай көмектер енді бір-бірімізді өйстіп демемесек, бір-бірімізді не қылмасақ, қазір ешқандай бәрі атылды, кетті, мұтылды деп ойды ғой, бірақ ешқашан біз оны ұмытпаймыз. Біз де бір-бірімізді тастамаймыз да, осылай көмек береміз. Жоғымыз ба, жоғымыз біз іздейміз. Мына апалардың да үйіне келіп тұрамыз, міне Қайраттың да қасымыздан қалдырмаймыз. Осы Қайратты да. Енді не болса да осы баланы енді біз жұмысқа салып жіберуіміз керек, семьясын қосуымыз керек. Бұл жігіт өте сол 2011-де қатты зардап шеккен адамдардың қатарына ең ішіндегі ауырдың. Мына мамасы енді былай қарасаң 3 баланың зардабының несін көтеріп отыр ғой енді. Енді мамамыз да сол алаңда да болды, өзі сол қасында жүрді.
сол неше жылдан бері осы балдармен арбасып бір өмірімде бір қызық көрейінші дейді, қызық көретін жақта мынандай балапанада бір оңай болып жатқан жоқ. Сол үшін айтып жатқаным, естері құлақ болса, міне осы міне Досмағамбетов Қайратты жұмысқа алуыңыз керек, міндетті. Дұрыс. Жақсы. Өте дұрыс.